2 минутқа жеткізбей, немесе 1-2 сұққаннан бітіріп қояды. 1 минутқа жетпей, немесе 2 минутқа жетпей жыныстық қатынас бітіріп қоятын болсаңыз, лидокаинсіз. Енді сіз лидокаин сеппей-ақ гельді салсаңыз, 4-5 минут өзіңіз миыңызды басқара алсаңыз, 10 минут, 15 минутқа дейін жыныстық қатынасқа түсе алатын боласыз. Қазіргі кезде трендте отқан лидокаин, яғни тез бітіретін жігіттер мүшесінің басына лидокаин себет, одан кейін басқа кезден қарағанда жыныстық қатынасқа көп түседі. Енді бәріміз естіп жүрген, кейбір жағдайда врачтардың өздері назначение береді, бірақ показаниесіне, көрсеткішіне қарай. Ал оны шектен тыс қолдана беретін болсаңыз, именно головканың басында нерв талшықтары болады. Нерв дорсалис, яғни түбінен келетін нерв, басында тоже нервтер болады. Оны сіз көрсеткішіне қарай дәрігер назначить етсе, тағайындаса, сепсеңіз, белгілі бір уақытта жақсы көмегін береді. Бірақ сізде нерв талшықтары өздігінен дамыған, сіз басқа кезде қарағанда 3-4 минуттан жоғары жыныстық қатынасқа түсе аласыз. Көрсеткішсіз дәрігердің тағайындауынсыз себе беретін болсаңыз, онда ол сізге зиянын алып келеді. Ол қалай? Ол қайта-қайта қолдана бергеннен кейін спрейді, ол жерде нерв талшықтары мүлде сезбей қалуы мүмкін. Сондықтан оны көрсеткішіне қарай дәрігердің тағайындауымен қолданған дұрыс. Оны қай кезде қолданады? Мүшенің сезім талшықтары өте қатты жоғары кезде. Кейбір бізде жігіттер болады, туылғанда сондай 1 минут немесе 2 минутқа жеткізбей, немесе 1-2 сұққаннан бітіріп қояды. Вот соларға қолданса, ол өзінің жақсы нәтижесін береді. Ал 3-4 минуттан жоғары жыныстық қатынасқа түсетін жігіттерге қолдана берсе, оны тоқтатпастан, онда нерв талшықтарын төмендетіп, өзінің зиянын тигізетін болады. Тағы бір метод бар. Мүшенің басына гель құйсақ болады. Мүшенің басына гель құямыз, арнайы препарат. Соны бір құйып қойсаңыз, сіз 1 жылға дейін лидокаинсіз жыныстық қатынасқа түсе аласыз. Бұрын 1 минутқа жетпей, немесе 2 минутқа жетпей жыныстық қатынас бітіріп қоятын болсаңыз, лидокаинсіз. Енді сіз лидокаин сеппей-ақ гельді салсаңыз, 4-5 минут өзіңіз миыңызды басқара алсаңыз, 10 минут, 15 минутқа дейін жыныстық қатынасқа түсе алатын боласыз. Және де оған сізге ол әсер етпейтін болса, онда операциялық жолмен денервация дейміз. Яғни мүшенің басындағы сезім талшықтарында үлкен веналарды үзіп қайттан тігетін боламыз. Сол кезде сіз жыныстық қатынасқа гельсіз де, лидокаинсіз де ұзақ түсетін боласыз. Бұл жерде тағы бір айтып кететін дүние, егер гельді салдырам дейтін болсаңыз, оның ем-шара уақыты 15-20 минут алады. Сіз бір салдырасыз, 1 жылға дейін жүре беретін боласыз. Ал операцияны арнайы дайындықпен бүкіл керек анализдерін бәрін тапсырып, операцияның ұзақтығы денервацияда 20-30 минут, ал гельдің құйылуы ешқандай дайындықтың қажеті жоқ. Өзіңіз дайын болсаңыз, 15-20 минутта бітіріп тастаймыз. Жан саудың тән сау демекші, егерде өзіңіздің жыныстық қатынасқа түсу қабілетіңіз жоғары болатын болса, ешқандай да дәрілік заттарды қолданып, немесе ешқандай да лидокаиндарсыз жыныстық қатынасқа түсетін болсаңыз, қолданып жүрген жігіттерге қарағанда ұзақ әрі качественно түсетін боласыз. Сондықтан ауыр ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіздер.